Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз бір ғажап рецептпен бөлісетін боламын. Бірінші бұған 450 грамм ұнымызды салып аламыз. Ұнымыздың үстіне бір кішкене қасық тұз саламыз. Бір кішкене қасық қант саламыз. 7 грамм ашытқымызды саламыз. Енді бәрін осыны жақсылап араластырамыз. Ұнымызды бәрін жақсылап араластырамыз. Енді келесі видеоға түсетініміз, құятынымыз осы ұнымызға коламызды құямыз. Енді осыны бәрін жақсылап араластырамыз. Ұнымызды жақсылап араластырып аламыз. Енді осы нанымызға 3 қасық сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Нанымызды осылай өте қатты қылмай, жұмсақ қып билейміз. Осыған ыдысымызды алып, ыдысымыздың ішіне май құйып, ішін майлап аламыз. Майлап алып, нанымызды салып, бетін пленкамызбен жауып, бұл нанды енді ашығанша салмамыз. 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. 1 сағат жылы жерде тұру керек. Нанымыз ашыды. Енді нанымызды алып жақсылап түсіріп аламыз. Нанымызды енді осы нанымызды 6 бөлікке бөліп аламыз. Bölükке bölüp нанымызды осылай домалақтап аласыздар.
әрбір нанымызды осылай жасап тұмалықтап отырамыз. Кішкене көп бөлініп кетті. Енді нанымызды алып ұзын шақты қылып нанымызды осылай жайып шығамыз. Жұқа қылып осылай жайып шығасыздар. Енді жәнегі нанымызды осылай ұзын шақты қылып ораймыз да. Жерін жақсылап бекітіп жауып аламыз. Тура видеодағыдай жасайсыздар. Енді осылай қолмен кішкене ұзартып аламыз. Ұзын шақты қылып, осылай нанымыздың барлығын ұзын шақты қылып аласыздар. Ұзын шақты қылып қойып қоямыз. Енді келесі нанымызды осылай видеодағыдай қылып жасап отырсаңыздар, осылай қылып жұқа қылып жайып барлығын осылай жаямыз. Енді орып шығамыз. Мына жерлерін жақсылап бекітіп алыңыз. Барлық нандарымызды осылай қойып шығамыз. Енді осы нанымыздың үстін бір 20 минутқа жауып қоямыз. Нанымызды 15-20 минут қойып алдық. Енді жасайық. Біріншіден екеуін жапсырып аламыз, екі-екіден бастарын қосып аласыздар. Енді осын үшеуін, үш бөлігімізді осылай қосып аламыз. Енді нанымызды өре бастаймыз.
осылай өріп аламыз нанымызды. Енді осыны қазір енді алып табағымызға салып, енді осы нанымызды осындан тағы 20 минутқа бетін жауып тындырып қоямыз. Енді жұмыртқамызды жарып, араластырып, қазір нанымызға дайындап қоямыз. Жұмыртқаны әбден осылай араластырып аламыз. Некен нанымыз үлкен болып көтеріліп, жақсы ашыды. Енді жұмыртқамызды жақсылап жағып шығайық. Жұмыртқамызды әйбәт қылып, барлық жан-жағына жағып шығамыз. Енді бұны 180 градусқа жарты сағатқа пісіріп аламыз. Тоқашын нанымыз осылай пісті. Нанымыз осылай арты да міне әйбәт осылай жақсы пісті. Менің ерекше пісірген наным әзір болды. Видеомны толық көріп, ұнап жатса, менің қазақша каналымды қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.